Endi Naymanlar tuğralı biraz leksiya okuyup. Naymanlar öte yerde Yenisey özünün aynalasında Kırgız dalasında turgan kalıp. Biz Türkler ağızı degen leksiyamızda Türklerдің arga atası Hundar'ın bir butağı ekenin aytkan edik. Tepti Türklerмен ağayında bir taypanın Kırgız atılganını aytkan edik. Endi osu Subu odağымен katar Nayman atalıp жүрген osu Hundar'ın içindeki bir taypa os Kırgız dalasında Kırgızben katar ömür sürgen Naymandar. Keyin soltüstük öңгүрдүн katты suup ketүүnө байланысты bir ulu göç bastaldı. Oңтүстүккө жылжыган осы көчтүн курамында Кыргыз да Найман да болду. Олардын эң алгачкы тарыхый жазбага түскөн кези Лео династиясы жылдарында 11-ғасырдын аягында олар былай жазылган. Нянбагы көсемі Тогусак пен Зубу және Мерки тайпаларынын көсөмдөрү Леодоузун патчага сыйлык ала келди делинген. Мында Нянбагы дегенди Жанбагы деп окуп жүргөндөр бар. Жан әрбі мен Нyan әрбі бір әріп, кейде Жан әрбі Нyan деп те окулады. Соны ескеру керек. Бұл сыйлыға келген жыл 1097 жыл. 1175 жылы Нянбагын көсемі Сары Байынтис пен Қаңлы көсемі Оғыр Жоржундардың Алтын хандығына елчілерін жіберіп, Батыс Лео, яғни Қарақтай берген мәнсептері мен мөрлерін Жин патшасының қайтарып алып, өзінің, яғни Жин патшасының өз мөрі мен мәнсепін берсе, соны қабылдайтындығын, яғни Алтын хандығына қарасты ел болатындығын ұқтырған. Жамиға таварықта Найман жерінде Бетек және Найман деген екі ел бар. Бетек Керейден де Найманнан да күшті деген сөздер бар. Оны өздеріңіз тауып оқисыздар. Кейін екеуі қосылып Бетек Найман, кейде Найман түбені деп жазылған. Екеуі қосылған соң Найман елі ең күшті тайпаға айналған. Найманның жоғарыда көсемдерінен басқа хатқа түскен хандары Нарғыш пен інісі Инаныш хан. Инаныш өлген соң екі ұлы Шығыспай Найман ханы екіге бөлінді. Үлкен ұл Бұйрық хан Алтайдағы Үлінгір көлінің шығыс жағында тұрған Қызылбас көлінің маңында Орыл Тоғай қатарлы жерлерді мекен етті де Қошығыт Найман аталды. Інісі Байбұққа тақ мұрагері болды. Инаныш ханның толық аты Инаныш Білге Бұқа хан. Ол кезінде Керейдің ерке қарасына жәрдемдесіп, оң ханды қуып, ерке қараның қолына Керей билігін тартып әперген. Одан кейінгі Чыңғысхан замандағы тарихты өздеріңіз білесіздер. Немесе тарих кітаптарынан тауып оқып аласыздар. Наймандардың солтүстік шекарасы Об өзеніне, оңтүстігі Қарақтай мен батысы Қаңлы мен шығысы Керей мен шекараласатын. Наймандар туралы Моңғолдың құпия шежіресі қатарлы кітаптарда олар өте мәдениеті, жазуы бар, тазалықты сүйетін ел ретінде сипатталған. Олар Чыңғысхан моңғолдарын лас, сасық деп айтқан. Осы орайда айта кетейін. Ғұндар быт-шыт болған соң бір бөлігі Юрбан деген атпен Шыңжаң жерінде өмір сүріп жүреді. Bir күні Шығыс Моңғол жеріндегі бір ханның шақыруымен Юрбан ханы шығысқа сапарға шығады. Олардың шекарасына кірген соң, ол шығыстағы елдің өте лас қазандары мен ыдыс-аяқтарын жумайтындығын, қолдары күс-күс болып жүре беретінін байқап, дереу артына қайтады. Шығыстағы хан дереу әскер жіберіп қуады. Бірақ Юрбан ханы ұстатпай құтылып кетеді. Осы бір жазбаша аңыз бойынша болғанда 2-3 ғасырда Юрбан елі де сол Наймандар болғанға ұқсайды. Қытайша Йобан деп жазылған осы атауды біреулер Албан, біреулер Найман деп жүр. Менше бұл ел Найман болуы мүмкін. Неге дегенде 2-3 ғасырда Юрбан 200 мың халық болған. 12 ғасырда 1 миллион шамасында болған болу керек. Ал албандар әлі күнге дейін миллионға жеткен жоқ. Наймандар Чыңғыс армиясында қызмет етіп көп қырылғаны белгілі. Олардың ұлдарына қызмет етіп бүкіл Моңғол империясының барлық бірінде жүріп көп шашылған, көп қырылған. Тіпті жоңғарға қарсы алдыңғы чептеде үлкен қырғынға шыдап тұрып
берген. Кейінгі кеңес заманында ашаршылық пен Семей полигонының зардабын көп көргендер де осы наймандар. Сол есептерді жасағанда наймандар ежелгі ғұндардың басым бөлігін елеген үлкен түрік тайпасы есептеледі. Наймандарды Шыңғысхан күйреткен соң бір бөлімі батысқа қашып Жетісуға келді. Енді бір бөлімі Шыңғыс әскеріне қосылды. Бұлардың батысқа қоныс аударғандарының тарихын көп адамдар жазғандықтан біз оны қайталап жатпаймыз. Енді шығыстағы Монғолия жерінде қалған наймандар туралы бірден айтайық. Монғол жерінде қалған наймандар баяғысындай Гобийдің теріскейінде көшіп қонып жүрді. 16 ғасырда Шыңғысханның 15-ші ұрпағы Бату Мөңке монғолдарды бірлікке келтіріп Таян Шешен хан деп аталды. Оның ұлы Төлеуболатқа Гобийдің теріскейіндегі найман тайпасы бөлініп берілген болатын. 1550 жылдары наймандар Гобийдің оңтүстік шығысына қарай көшіп барады да Лауха өзені бойында қоныстанады. Төлеуболаттың екінші ұлы Намақ деген еді. Намақтың Бима Тушету деген ұлынан екі ұл болған. Үлкен ұлының аты Дайчин Дуло еді. Ол Аухан деген тайпаны биледі. Кіші ұлының аты Есен Ойжығын Оян еді. Ол найман тайпасын биледі. Есен Ойжығын Оянның екінші ұлы Күншік 1627 жылы найман тайпасын бастап, сол кезде енді ғана бас көтере бастаған чүршіттерге бағынатынын білдірді. Бұл кезде Қытайдың Мин империясы өз ішінен іріп-чіріп күйлеуге бет алған еді. Солтүстік шығыстағы чүршіттер бас көтере бастаған тұғын. 1628 жылы чүршіт қосындарымен бірге бұрынғы Шыңғысханның інісі Хасарға тиесілі иелікке шабуыл жасады. 1628 жылда 1634 жылға дейін чүршіт қосындарымен бірге Мин империясына қарсы жеңісті жорықтар жасаған. Күншікке чүршіт ханы қатты риза болып, оған жасақ төрі Дархан Жүнваң деген мәнсап берді. Бұл мәнсап Күншіктің 16 ұрпағына 300 жыл бойы жалғасты. 1634 жылдан бастап чүршіт өкіметі тайпалар арасындағы алауыздықты жою үшін барын 10 жыл Найман, Охан, Жалу қатарлы тайпалар арасында шекараны айқындады және Гобийдің оңтүстігіндегі 24 ірі тайпаны 49 ауданға бөліп тастады. Бүгінгі Қытай ішкі моңғол автономиясында Найман ауданы сол кезде бөлінген аудан ретінде бүгінге дейін бар.